Украина консулны Русияда мәкүметелген Кырымлы Руслан Зитулаевге көрсетмелер. Бу акта Украина тыш ишлері назарлыгының спикері Марьяна Бетса білдіре. Апрельнын 4-нде о Кырым татарларының тақыбыны тоқтатмақ талабы иле. Ачлықны элен эткен еді. Руслан Зитулаев, Нури Примов, Ферат Сейфулаев, Верустем Ваитов. Ишгал етілген Кырымда Хизбут Тахрир ішы бойынша тұтылып алынған шахыслардыр. Русияде бұт ішкелят террористик оларақ ясақландылар. Былтыр сентябрь айында Русияның Ростов-на-Дону шайырның махкемесі Сейфулаев, Ваитов ве Примовға 5 еллық апиз жасасы үкіміні чықарған еді. Хизбут Тахрир бойлығының сангит ішкелятчысы оларақ танылған. Зитулаевге 7 еллық апиз жазасы берілді. Декабрьде Русия Федерациясының юқары махкемесі оның ішіні ғайрыдан огрунувге йоланған еді.